менің қызым тынымсыз шаршауды білмейтін, қозғалысы көп, ешқандай тынымсыз болады, шексіз тынымсыз болады. Соны қандай ақыл кеңестер естісек болады? Қазіргі таңда бұндай тынымсыз гиперактивный балдар өте көп. Соның олар тынымсыз шаршау не екенін білмейді. Зере қызым, не істегің келеді, соны жасай бер. Ойнап десе, ойнай бер, сурет салғың келсе, сурет сала бер. Сондықтан, не істегің келеді, соны жасай бер, сондықтан қазіргі таңда осындай балалар өте көп. Бұл балалардың жақсы жағы да бар және жаман жағы да бар. Егер оны тәрбиемен алып, бір салаға көбінесе бұл шығармашылық балдар болады. Олар сол шығармашылықты бір салаға салсаңыз, сол сол саланың ең үздік маманы болады. Ал егер де біз қарамай, жас кезінде менде сондай болған, әкесі сондай болған, атасы сондай болған деп салдырып қарасақ, олар жаңағы тынымсыздықтың арқасында жаңағы тез жолға түсіп кетуге қауіптері бар. Сондықтан бұл жаңағы қазір көптеген осы балаларға ойындар көп, сонымен бірге жаттығулар бар. Бұл балалардың ең бірінші зейінін біз тоқтатуымыз. Ойындар жақсы, неше түрлі мынаны оқып тапсырмаларды бересіз және оны қадағалап отырасыз. Бала өзі түсініп, олар тез жасайды, түсінбеген жерін айтасыз. Сол ең бірінші біздің жіберген қателігіміз балдар жаңағы жүгіріп кетсе не қылса біз оларға ұрсамыз, дауыс көтереміз. Негізі ондай балдар дауыс көтергенде емес, жаңағы жақсы сөздерді, сағынғанды, мейірімділікті жақсы көреді. Сондықтан ондай кезде жаңағы бір кезде айтамыз ғой, көңілге кетеді деп, ол кезде баланы құшақтап, алтыным деп, яғни екеуміз бірден 10-ға дейін санайық деп, немесе мен сені жақсы көремін, сен мені қалай жақсы көресің деп, сондай сұрақтарға айналдырып балаларды осындай басуымызға болады. Және де көптеген қазір мен сіздерге нелерді көрсетемін, ойындардың жаңағы олар тез жаңағы зейіндері тез бір нәрсеге алады және тез оған қызығушылығы бір тоқтай салады. Сондықтан мынаны жасап болған екен, бұл ойынды сіз тағы да қайталасаңыз, бұл балаға қызық болмай қалады. Келесі күнінде басқа ойындар алыңыз. Қазір интернетте неше түрлі ойындар көп. Мынандай жаңағы қол моторикасы бар, зейінді жақсы зейінді не бар. Зере қызым, мына жақтан екі қолын ұстаймыз да, осы сызықтармен екі қолмен жүреміз да. Ол зейіні осы тоқталады. Осындай жаттығулар көп жасаса балалардың зейіні алады. Және де мынандай ойындардың, мысалы үшін баланың жаңа айтатын шығармашылыққа қызығушылығы өте көп. Мынаны қолдан өзі жасауға болады. Коробка және сурет, кез келген кітаптағы суретті алып, жаңағы арқасына мынандай шегіп жасап қоясыз. Сөйтіп, мына жануарларды жемделейік, соны тамақтандырайық дейміз. Тамақтандыршы, аузы қайда ғой? Осылай. Егер бұл зеріп кетсе, соңына дейін жасаудың қажеті жоқ. Қаншалықты бала бергісі келеді, сонша береді. Содан кейін жаңағы әр затты орнына қоюды үйретуіміз керек. Өйткені бұлар өздері зейіні тұрақсыз болғандықтан ойнап болған екен, ойнаған ойыншығын жинап қойып, міндетті түрде айтылу керек. Егер жинамаса да, кейбір балалар өздері жинап қояды. Сондықтан жаңа жасамай жатқан болса, мақтап, мадақтап жатырмыз. Жаңа айтып отырмын ғой, бұлар шығармашылыққа не болады деп. Ол өзі неге дейін? Сурет салуға ма, ән айтуға ма? Сурет салуға, иә? Қоңырды қарасай